Қарақшы. Қарасу шымырлап ағып жатыр. Бұл сонау алыстағы мұнартқан, Қарамаңдай тіпті одан да ары орналасқан биік-биік шатқалдардан бастау алып, шекарадан бері 100-ге таяу шақырым жолды артқа тастап, осы ауылдың күнге жағымен ағып өтіп барады да, 10 шақты шақырымнан кейін шүйге барып құяды. Көк жасаң жүлгені бойлай аққан шағын өзеннің суы жаздың аптабында жып-жылы. Ауыл тұрғындарын бос уақыттарына келіп, бой жазып шомылып кеткендер үшін демалыс орындары сияқты көрінеді. Аз-мұз ызыңдап, мазаны ала бастайтын масасы болмаса, ауыл орналасқан тақыр жерге қарағанда бұл маңай мал үшін де адам үшін де қолайлақ. Ауылдың малдары да осы өзеннің айналасындағы жасыл алаңға жайылады. Осы өзенге таяу орналасқан тұрғындары ағынды суда арамдық болмайды дегенде мотоцикл машиналары мен ауыз суды осы жерден тасып ішеді. Ауыл сыртында орналасқан жалғыз артизан құдығының суының кермек дәмі бар. Оны біреулер ауыз суға пайдаланады, кейбіреуі үй шаруасына қолданады. Қанша дегенмен ағынды судың аты бір басқа ғой. Бала шаға үшін балық аулауға да қолайлы. Қарасудың жоғары жағында 2 шақырымдай жерде қалың тоғай бар. Оның өкпе тұсы Кеңгірбай деп аталады. Онда көктеу мен күзеуде шопан отырады. Көктемде мал төлдетеді, күзде қой ұрықтандырады. Жазда жайлауда, қыста қыстауда мал бағатын қойшының мекен жайы жылдың 2 мезгілінде жаз бен қыста қаңырап бос тұрады. Қазір қыркүйектің басы. Ауыл еңбеккерлері жазғы жиын терін жұмысын бітіріп, енді мемлекетке ет тапсыру науқанына кірісіп кеткен. Қарасудың жиегінде темекісін құмарлана сорып отырған Нәдірхан айналасындағы көрікті мекеніне анда-санда көз жіберіп, бір тұңғиық ойдың құшағында отыр еді. Етке өткізіледі деп таңдап алынған мыңға тарта қойға қазіргі сәтте бір өзі елігіп отырған жай бар. Жаз бойы Боғысын жайлауында жер құйқасын еміп келген малдың биылғы қоңыры ересен. Кез келген ұстап алып терісін сыпырып, қазанға тоғытып жіберсең де өкінбейсің. Біраз уақыттан соң екі ұртың майланып шыға келеді. Нәдірхан алдындағы шашырай жайылып жүрген қойларға қызыға қарап, семіздіктеріне таңданғандай еріксіз жұтынып жіберді. Шіркін-ай, мынаның біреуін уысыма түсірсем, өңешім бір майланып қалар еді. Әнеу күні шөпке сойған бір қойдың еті де бітіп қалды. Қайта-қайта өз қойымды шығындай берем бе? Бүгінгі түннен қалмай, мына мыңыраған семіз қойдың біреуін тәуекел деп іліп түсірейін деп, Нәдірхан көптен бері көкейін мазалаған ойын іске асырмаққа белін бекем буды. Бұл отарға уақытша бекітілген шопан бар. Қой саны көп болған соң ферма меңгерушісі мұны 10 шақты күнге оған көмекші етіп тағайындаған. Ұрының ойы осындай кезде өз бас пайдасына жіті пайдаланып қалу еді. Беріп жатқан қомақты ақшалар да жоқ. Балаларым шиқылдап аш отыр. Ертең бұл малдарды машиналарға тиейді. Содан соң жүзеген семіз қойдың орнына ғана сипап қалармын. Іске сәт. Бұл істі ол түннің бір уағында іске асыруды ұйғарды. Бұны қалай іске асыру керек? Ұрының күн батып қой қораға қамалғанға дейінгі ойы осы төңіректе өрбіп, басқа нәрсе туралы қиялдауға да мұршасын келтірмеді. Кешке үйіне келген соң ақырын ғана түнгі жорық туралы әйеліне құлақ қағыс етті. Оның мұндай кәсіппен анда-санда айналысып жүретін қосағы күйеуінің жоспарын құптағандай үнсіз басын изеді. Бұл жорыққа түннің бір уағында шығу керек. Оған дейін бірер сағат дем алғаның дұрыс сияқты. Нәдірханның төсекке жамбасы әлдеқашан тисе де кірпіктерін ілдіре алмады. Қор етіп жаңадан ұйқы құшағына ене бастасақ, болғаны түсіне майқанынан жарылған семіз-семіз қойлар еніп ұйқысын 4 бөліп жібереді. Көздерін қайтадан ашып қиял құшағына қайта беріледі. Тағы да алдағы уақытта іштей жоспар құрады. Шіркін-ай, сол семіз қойлар енді біраздан соң туаны алысқа ет комбинатына жөнелтіледі. Қайран қойлар, ет шұжық болып ешкім танымайтын, ешкім білмейтін бөтен біреулердің аузына түседі. Ода маған келіп кетіп жатқан не бар? Енді бір аптадан соң бәрі де бітеді. Тағы да колхоздың алып кел, беріп келіне кетемін. Жоқ, қолда бар мүмкіндікті пайдаланып қалайын. Осындай ойлар тағы да жанын жегідей жеп, отағасына тыныш ұйқы бермеді. Нәдірхан қара қазандай зор кеудесін төсектен көтеріп алды. Әйелі қасында пысылдап ұйықтап жатыр. Балалары басқа бөлмеде. Бойын шайтан билеген ұры қолда аяққа тұрмай, ақырын сырғып төсектен түсіп, ақырын басып терезе алдына келді. Сыртқа көз жүгіртті. Күн бұлтты. Айналарының бәрі көзге түрсе көрінбейтін қараңғылық құшағында екен. Ішінен іске сәтте екі алақан мен 2 сан сарт еткізіп ұрып қойды. Үй іші де қараңғы. Бағана шешінген сәтте барлық киімдерін
омарлап-жұмарлап диван үстіне қоя салған. Сипалап жүріп оларды тауып алды да, екі қолмен уыстап, ауыз бөлмеге алып шығып, стол үстіндегі керосин шамды жақты. Бөлмеге жарық түсті. Үй ауылдың шеткері жағында орналасқандықтан, көшелерінің барлығы ішкері жақта. Ол да бір қазіргі сәтте оңтайлы мүмкіндік болатын түрі бар. Өйткені қараңғыда қой көтеріп кірген адамды әдейі бақылап жүрген адам болмаса, ешкім де байқалмайды. Нәдірхан алдағы болатын жоспарын соңғы рет санасынан сүзіп алды да, тез киініп есікті сықырлатпай мұқият ашып түнгі қас қараңғылыққа сүңгіп кетті. Жұрттың нағыз қалың ұйқыдағы сәті. Қой қамалған қора осы жерден қашық емес еді. Шопан көбінесе малын ұлына күзеттіреді. Ол да бір маубас, ұйқышы неме, құлағына мылтық атсаң да естімейді. Ұры малдың қалай жататынын, қораның қалай орналасқанын осы ауылдың тұрғыны болған соң бәрінде бес саусағындай білетін. Қораның бір бұрышында сырт көзден сақтаған діңгекке байланған қарақшы бар. Басында көне бөрік, содан соң ескі шекпенді діңгекке айналдырып байлап тастаған. Ай жарық күні алыстан қараған біреулерге сақшыда тұрған солдаттай әсер етеді. Білмейтін біреулер шынында да мұны адам екен деп қабылдайды. Алғашында Нәдірханның өзі де қарақшыны адам ретінде қабылдап, содан соң оның қарақшы екеніне көзі жеткен соң еріксіз күліп жіберген. Адамнан айла асқан ба? Осы қарақшыны да өз жасаған еді. Бұған да ешбір шеберліктің қажеті жоқ. Үйіңдегі талай жыл бойы басынан тастамайтын, киіп келген ескі құлақшыны мен тозығы жетіп түте-түте шыққан көнетоз пальтосын қайда жіберерін білмей жүргенде, осылардың аяқ астынан кәдеге жарағанына іштей қуанып та қалған. Енді міне, сол қарақшыға да қараңғылық жамылып жақындап келді. Тіпті келместе еді-ау. Тағдыр аяқ астынан семіз қойларға уақытша болса да иелік еткізген соң, сол бір мүмкіндікті пайдаланып қалу әлде қашаннан бері санасынан алыстап кеткен емес. Күнде-күнде күннің қараңғылығын күтіп жүреді бейбақ. Ана көк төсіндегі шарық табақтай болып жарқыраған сан мыңдаған жұлдыза жер үстін күндізгідей жарқырап тұрмағанмен, әйтеуір мал көтерген немесе жетектеген ұрыны әп-сәтте айдай әлемге ап-анық етіп көрсететіні анық еді. Сумақай қолдар бұрында сырт көзге білінбей талай рет сытылып шыққан. Енді бүгін қалай болар екен? Нәдірхан төбе етегіне орналасқан электр жарығын беретін, қазіргі сәтте үні өшіп дамыл тапқан станцияның бір бұрышына келіп, осыдан әудем жердегі қой қамалған қораға қарап, бір сыпыра уақыт тұрды. Тас лақтырым жердегі құдықтың жоғарыдан төмен қарай құлаған суының дыбысынан ештеңе білінбейтін сияқты. Бірте-бірте қараңғылыққа көздері үйрене бастады. Қораның анау бір бұрышындағы діңгекке байланған өзінің киімдерінің сұлбасы да жанарына ілікті. Қарақшы бір отар қойды сырт көзден сақтап тұр. Нәдірхан тағы да мырс етіп күліп жіберді. Оның ойына осы отардың шопанымен кезінде бірнеше рет ренжісіп қалған түсті. Тіпті өзін көмекші етіп алмайын деп қиғылық салғанын қайтерсің. Ферма меңгерушісінің қысымынан кейін әзер көнген. Қап бәлем, сенімен деп іштей кіжініп бұлғалған. Соншама бұған не жазып едім? Шопан да бір қу неме екен. Күндіз отарды өріске айдатып жайдарған болмаса, түн баласы туғанда мұны отардың маңайына да жолатпайды. Сенбейді. Кейде өзі, кейде әйелі кей сәттерде ұл күзетеді. Бүгінгі күннің кездегі ұлына тигенін Нәдірхан жақсы біледі. Анау жабық қораның ішіндегі қой қырқатын сатын үстінде қой күзететін батырың пысылдап ұйықтап жатқанын Нәдірхан бір сәт көз алдынан өткізіп те шықты. Ендігі кезекте уақытты өткізіп тұра берудің жөні жоқ екенін сезген ол тасадан шығып көздеген нысанына қарай адымдай жөнелді. Ауа тымық. Аңызғақ желде жоқ. Аяқ астынан бірде жолай сап ете түспесе, бүгінгі түннің ұрыға берері мол сияқты көрінді. Сол көз ұшындағы қарақшыны жанарынан бір ел тайдырмай, тура сол діңгекке қарай келе жатыр. Бір сәт қара барқын аспанның сұрын байқап алу мақсатымен көк төбесіне жанар сүзді. Сол баяғы күйі, іске сәт тілеп тұрғандай қап-қара боп мелшиіп тұрып қалғаны. Нәдірхан ісінің оңынан туатынына көз жеткізгенде қуана жымиып, қанға тойған кенедей аппақ семіз қойларды бір сәт көз алдынан тағы да өткізіп шықты. Тіліне семіз еттің дәмі келді ме, ернін сылп еткізіп, жұтынып жіберді. Содан соң шопан үй орналасқан тұсқа қарап еді. Ол жақтан да ешбір үйдің белгісін таба алмай, зор сенімділік арқалап қораға таяды. Өзінің қарақшаға айналған ескі киімдеріне таяу келіп, үңіле қарады. Ол бейбақта бізден қарақшы жасап, өзің де қарақшы болғалы келдің бе дегендей кекесімен қарағандай болды. Мейлі, қазіргі кезде кім қарақшы болмай жатырдың деп
Оралған мақсатынан таймайтын іштей жеткізгендей болды. Қорадан асылып ішке үңілді. Ұйлығып ұйтқып жатқан семіз қойлар ештеңені аңғарар емес. Енді біраз уақыттан соң бұл момақан жануарлар да әрбір машинаның қораптарына тиеліп, киелі өрісімен қоштасып, осыдан 500 шақырым жердегі ет комбинатына сапар шегеді. Нәдірхан алдындағы отардың одан кейінгі тағдырларын ойлап, басын қатырғысы келмеді. Ол онсыз да оған түсінікті еді. Ол күзетші орналасқан жаққа көз жіберіп, сол жақтан бір бөгде дыбыс күткендей болды. Жоқ, құлаққа ұрған танадай тып-тыныш, бәрі де бейбіт, күзетшінің бар жоғы да белгісіз. Бейбіт жатқан отарды үркітіп алмайын дегендей, қораны айланып күзетшінің жататын жеріне қарай жүрді. Оның бар жоғын біліп алуда қаперінде болатын. Шопан ол орында жоқ па, бұл жағы ұрыға белгісіз. Оған осы отардың қасында ешкімнің де болмауы тиімдеді. Күтпеген жерден қойлар үркіп дүркірей көтерілсе, бұған да абырой болмасы анық. Қанша маубас болса да, оның да оянып кетуі мүмкін ғой. Міне осындай ойлар санасынан шыбықтаған Нәдірхан жабық қора мен ашық қора түйіскен жердегі есікті мұқият ашып ішке енді. Жабық қораның іші тастай қараңғы, төбесі шатырланған бұл жерге еш жерден жарық түспейді. Қанша тұрсаң да көз үйренбейді. Кәдімгі қап-қараңғы қапас секілді қара түнек дүние. Бұған малды да қамымайды. Тек соның ашық қораға таяу бұрышындағы сәкіде күзетші ғана көз шырымын алып жатады. Нәдірхан күзетші баланың жоқ екеніне көзін жеткізіп, алты қырдың астынан әкесі оралғандай іштей желпініп қуанып кетті. Қазіргі сәтте бүкіл отар өзінің иелігіне көшкендей, тіпті жатқан қойдың маңдайынан шертіп жүріп ең семізін таңдап алса да, ешкімде келіп қолынан қақпайтындай мүмкіндік туғанын сезді. Қатты ұйқының құшағында малтыған қойлар да жон арқасын мытып жүрген Нәдірханның қандай мақсатпен бұндай әрекетке барып жүргенінен хабарсыз қимылсыз жатыр. Бір-біріне бүйірлерін түйістіріп, бәрі де қимылсыз жатқандай әсер бар. Біраз жүріп байқап көріп еді, көптің бәрі бірдей болмайтынына көзін жеткізгендей болды. Біреу семіз ту қойда, екіншісі одан сәл кішірек, 2-3 жасар сек, іштерінде тоқты торымдар да бар екен. Қараңғыда ақ пен қараның жігін тап басып ажырата алмады. Дегенмен шешінген судан тайынсын ба? Болса да санасындағы желігін іске асыруға, бел байлаған соң ең бір үлкен семізін басуға, бел буған Нәдірхан иесі жатқан отарды аз-кем аралап жүріп қалды. Өзінің де осы малға қатысы бар екен мүлде ұмытып кетті. Шопанға деген ыза кегі де жағасынан алғандай осы жерден үйіне құр қол бармауға итермеледі. Анау бала бір жаққа қаңғып кеткен шығар. Соның жоқтығын пайдаланып ең бір семізін басып қалайын деп, соңғы бір шешімге келіп шетке таяу жатқан ақ мүйізді бойдақ қойдың мойнынан сығымдап тұрғызуға талпына бергенде, қораның ту сыртынан еркек пен әйелдің сөйлескен дауыстары естілді. Қап құрыдым-ау деп, екі қойдың ортасына ет бетмен жата қалып, тың-тыңдай қалды. Бәлкім кетіп бара жатқан біреулер болар. Түнгі қараңғылықта жақындап келе жатқан дауыстар ап-анық естілді. Туған күн көңілді өткен сияқты, сен қалай ойлайсың? Деген қыздың даусы жерге кіріп кетуге дайын жатқан Нәдірханның өн бойынан электр тоғын жүріп өткенде әсер етті. Басқа жерден жүріп естісе мұндай сөздерге құлақ таспас еді ғой, ал қазіргі сәтте бұлар кімдер болды екен деген ойын сабақта бүлгермеген ұрының құлағына тіл қатқан жігіттің үнін естігенде тіпті талып қала жаздады. Мен де солай ойлаймын. Шам ерте сөніп қалды. Әйтпегенде әлде біраз билейтін едік. Өй, мынау Шопанның күзетші ұлы ғой. Енең дұрайын, түн ішінде қайда қаңғып кетті деп ойласам, қыздармен сайран салып жүр екен ғой. Қап, енді қайттым, не істесем екен? Біраз уақытты босқа өткізіп алғаннан Нәдірхан қазіргі сәтте қатты өкінді. Келген сәтте ақ біреуін іліп алып кете берсем, ендігі сәтте үйіме де жетіп қоятын едім. Түн әлде қараңғы еді. Екі адамның сөйлескеніне ары қарай назар аудармаған Нәдірхан аяқ астынан іштей шешім қабылдап жіберді. Абырой болғанда қарақшы да қасында екен. Дереу орнынан ұшып тұрып, қораның жоғарғы деңгейінен 1,5 құлаштай биікке қол созған қарақшыны құшақтап тұра қалды. Осы сәтте таяуда маңқиып ұйықтап жатқан біраз қой дүрліге орындарынан атып тұрды. Нәдірхан да өзінің көне пальтосына тас кенедей жабыса қалды. Жігіт пен қыз да өзара әңгімелесіп, осылай қарай ақырын жақындап келеді. Сен қазір осы жерде қаласың ба деп қыз еркелей күлді. Мені үйіме дейін апарып салмайсың ба? Әрине, сен апарған соң келіп қой күзетем. Қорықпайсың ба? Бірінші түн емес қой күзетіп жүргенім. Ұры келсе қақ маңдайынан бір ұрам деп жігіт бір мақтанып қалды. Ал екі ұры келсе ше?
Таяқпен дүрсілдетіп ұрам деп жігіт одан әрі жыртылып айырыла сөйледі. Шамасы ұрттап алған сияқты. Ха-ха-ха, қандай батырсың өзің деп қыз кекесінді ме, әлде шыны ма сақылдай күлді. Мен де жалғыз емеспін, көмекшім бар. Ол кім еді? Екеуі осы сәтте қарақшыға айналған Нәдірханның қасынан арқан бойы қашықта өтіп бара жатқан еді. Қараңғыда жақын жерден сұлбасы анық байқалған қарақшыға қарап, екеуі де тоқтай қалысты. Әне тұр, көрдің бе? Иә, көрдім. О, бұл қарақшы ғой, иә, тұп-тура адам сияқты екен. Сонда қойды екеуін ғана күзетесіңдер ме деп, қыз тағы да күлді. Кәне қарақшының қандай батыл екенін көрейін деп, қыздың еңкейіп жерден тас алғаны Нәдірхан тап басып көре алмаса да іштей шамалап, зәрес тағы зәр түбіне кеткендей болды. Бұл жерде жұдырықтай үлкен тас болмаса да, бөдененің жұмыртқасындай ұсақтар жетіп артылады. Ол да екпінімен келіп, бас көзге тисе оңдырмайтын анық. Өй, иттің баласай, мына біреуді қайдан ертіп алған әкеңді деп, Нәдірхан қызды іштей бір боқтап алды. Ойын сабақтай үлгермей жатып, жан-жағынан зу-зу етіп ұшып жатқан қиыршықтарды сезіп тұр. Егер үлкен тас боп ол денесінің бір жерін дарыса, Нәдірханды мұрттай ұшыратыны анық. Содан соң ақталып көр, түн ішінде не істеп жүрмін деп айтпақ. Осы ойлар ұрының санасына келіп кіргенде Нәдірханның бүкіл денесі терлеп кеткендей болды. Өй, сен мерген екенсің, бір тасты да қарақшыға тигізе алмадың. Ал енді менің дәлдегенімді көр деп, жігіт те жерден тас алуға әрекеттенді. Нәдірханның үрейден деміккен тілі салақтап, екі көз шарасынан шығып кететіндей, тіпті бадырайып кетті. Құдай-ау, мына өлтіреме, аяқ астынан мына бәлелер қайдан келіп қалып еді? Бұл иттің тас атқанында мерген еді. Енді не бетімді айттым? Бәрінен бұрын ел бетіне қарағысыз өтетін болды ғой. Нәдірханның екі көзінен жас ытып кетті. Өмірінде осындай дәрменсіз күйді тұңғыш рет басынан кешіріп тұрған ұрының екі балаң жастың нысанасына айналғанына жер болып намысы келді. Өзіме де сол керек. Сол анау қойлардың арасынан тырп етпей жата берсем ештеңе болмайтын еді ғой. Жай қарақшыны таспен дәлдеп жөндеріне кететін еді. Бірақ олай боларын мен қайдан білейін? Ал енді қарада тұр, мен қалай тегізер екенмін деп, жігіт жерден бір нәрсені алды да осылай қарай атып жіберді. Қараңғыда оның жерден не алған Нәдірхан бағамдай алған жоқ. Тек бір ауыр заттың санына келіп, сарт ете түскен ғана сезді. Мына неме таспен дәлдеп өлтіретін шығар. Ұрының діз еткен аяғын сипауға да шамасы болған жоқ. Екі қолы да діңгекке жіпсіз байлаулы. Бәлкім анау бәтшағардың қарақшыға көздері де үйреніп қалған шығар. Аяғына дейін шыдайын, тек басымды діңгектің далдасынан тайдырмайын деп қарақшыға айналған қарақшы шыдап тұра бергісі келді. Кенет құлағына қыздың жағымды даусы естілді. Қойшы енді, мені үйге жеткізіп сал. Бағана ғана ерте келем деп кеткем. Әке шешем іздеп қалар. 2 сағаттай далада жүріп қалдық. Аз уақыт емес қой. Қарақшың құрсын, кеттік деп, қыз жігітті қол қалай алыстай берді. Жігіт те кетерінде қарақшыға есесі кеткендей тағы да бір нәрсе алып, осылай қарай жіберіп ұрды. Нәдірханның даусы шыға жаздады. Қызыл астығына тиген қиыршық ұрыны тіпті есеңгіретіп тастағандай болды. Ана екеуі ұзап кеткенше қарақшы қалпынан таймаған ұры ендігі бір сәтте деп, демін бір алып қораның сыртына әзер дегенде түсті. Егер қыз ертіп кетпегенде, анау есерсоқ мақтаншақ неме мұны кәдімде-ақ жаралап тастар ма еді? Бұл сұраққа да жауап іздеп таппаған Нәдірхан оң аяғының екі жерінен соққы алған соң, бастапқы мақсатынан мүлдем бас тартуға мәжбүр болып, денесін әзер сүйреп, келген жағына ақсаңдай басып ілгері ілбіді. Бастан құлақ садаға деп іштей қайталап, құдықтың сарқыраған даусына да назар салмастан, ұйыған түнгі тыныштықтың құшағына үйіне әзер жетті. Ендігі сәтте семіз қойлар